Сәлем, сенімен бірге мен Оспан Хамерберт, неврологияның кезекті тақырыбы миышық және оның бұзылыстары туралы талқылайтын боламыз. Жалпы бізде миышықтың анатомиялық құрылымының орналасуына келетін болсақ, бұл бас негізінде шүйделік бөлікте жатыр, шүйделік бөлікте. Одан кейін ол бізде үлкен жарты шар ми сыңарларынан бөлініп бөлек жатыр. Мына жерде бізде ортаңғы ми көпірі, сопақша ми барлығы қыртысасты құрылымдарға кіріп кететін болса, миышық ол бөлек өзі осы үлкен ми сыңарының астында бөлек жатады. Одан кейін ол алдыңғы аймағында бізде қарыншамен, яғни төртінші қарыншамен соның ішінде, одан кейін өзінің аяқшалары арқылы ортаңғы мимен, ми көпірімен, сопақша мимен байланыс жасап отырады. Енді оны біз кескінін алып қарайтын болсақ, осындай көріністі көреміз, яғни ол екі жағына берілген қанатына және де ортасында сол қанаттарды біріктіріп тұрған бізде құрт тәрізді денесінен тұрады. Оны біз вермис деп айтамыз, вермис. Және де оның осындай екі қанаты бар. Неге десек, бұл бізде негізгі тепе-теңдікке, координацияға жауап беретін жүйе болып табылады. Яғни бөлігі, мидың. Яғни тепе-теңдікке осы екі канатиga және осы ортасында құрт тәрізді денесі арқылы қатысады қалай? Ол динамикалық және статикалық. Динамикалық деген бұл қимыл қозғалыс кезінде адам сол қимыл қозғалысты үйлестіре білуі, яғни жүріп бара жатқан кезде сол жүрістің тепе-тең координацияда орындалуы. Ал статикалық деген ол тұрып тұрған кезде қалыптыда қозғалып кетпей, жан-жаққа ауып кетпей тұруы. Дәл сонда қызметтерді атқарады. Енді бізде миышықтың негізгі ядролары бар. Миышық үлкен ми сыңарлары сияқты және де басқа мидың құрылымдары сияқты өзінің меншікті ядроларынан тұрады. Және де біз осы ядроларын көрместен бұрын жанындағы қыртыстарын көріп тұрмыз, және де ол бізде көзбен макроскопиялық тұрғыда көрген болсақ, ол бізге майда-майда жіңішке сойқыз вирустары көрініп тұрады екен. Біз білеміз, үлкен ми сыңарларында өте үлкен, терең жүлгелері мен қыртыстары бар. Ал бізде миышық тура сол үлкен ми сыңарының кішейтілген түрі сияқты, бірақ бұл жерде айқын емес, кішкентай сызықтар нәзік түрінде көрініп тұрады. Енді ядроларына келетін болсақ, бізде біріншісі нуклеус дентатус, сыртқы аймағында орналасқан, түс-түсімен бәрі нуклеус эмулиформис, нуклеус глобосус, нуклеус фасциги. Осындай төрт түрлі ядросынан тұрады. Енді қызметтеріне келейік. Нуклеус дентатус. Нуклеус дентатус бұл сыртқы жағында орналасқан бұлшықеттердің координациясына, жалпы қимыл қозғалыстың барлығының координациясына жауап береді. Одан кейінгі нуклеус эмулиформис пен нуклеус глобосус бұл екеуі бізде бұлшықеттердің тонусына жауап береді. Соның ішінде антагонист, агонист бұлшықеттерінің жазылу бүгілуінің белгілі бір реттілікпен тонусын реттелуіне жауап береді. Антагонист, агонист бұлшықеттердің. Одан кейінгі нуклеус фасциги. Бұл негізгі тепе-теңдікке жауап беретін ядросы болып табылады. Ол қалай? Ми көпірі жерге ми көпірі бар деп елестетейік. Одан кейін мына жерде бізде ұлулы дене бар. Ұлулы дене деген бұл не? Құлақтың ішінде орналасқан, ұлулы дене. Ұлулы дененің ішінде бізде эндолимфа деген сұйықтық бар. Эндолимфа. Бұл бізде ұлулы дене жалпы тепе-теңдіктің сезуші рецепторы сияқты орналасқан. Осы жақтан келген импульсті толқындар бірінші осы көпірдегі дейтерске келіп бір тоқтайды, дейтерс. Дейтерске келіп тоқтағаннан кейін ол осы миышықтың келесі бөліміне барып, яғни нуклеус фасцигиге барып, келесі меншікті өзінің ядросын алады. Демек біз айтамыз, миышық тепе-теңдікке жауап береді. Қалай? Ол осы құлақтағы эндолимфаның, соның ішінде ұлы дененің ішіндегі эндолимфамен байланыс арқылы сол жерден келіп жатқан импульстерді қабылдап, одан кейін ми көпіріндегі дейтерстен кейін осы миышыққа келеді импульс, солай тепе-теңдікке жүйелі түрде жауап береді. Егер де бізде мынау ұлы дененің ішіндегі эндолимфаның сұйықтығының бұзылысы немесе сол жерден қабыну болатын болса да бізде тепе-теңдік болмай жүрек айну қысу көріністерімен көрінуі мүмкін. Ал бізде дейтерс ядросында да проблема болса, ол кезде де тепе-теңдік жойылуы мүмкін. Одан кейін мына жақта да бұзылыс болатын болса, тепе-теңдік жойылуы мүмкін.
осыны білуіміз керек. Бұл жалпы ядролары. Енді мыйшық бізде 3 түрлі жолы бар, 3 түрлі аяқшалары бар. 3 түрлі аяқшалары. Оның бірінші аяқшасы бізде жоғарғы аяқшасы. Жоғарғы аяқшасы немен байланысады? Ортаңғы мимен байланысады. Ортаңғы мимен. Екінші аяқшасы ми көпірімен. Үшінші аяқшасы бізде сопақшамен байланысады. Айттым ғой, жаңа ми көпірмен байланысатынына жол осы ортаңғы аяқшасы арқылы шығып отырады. Және де бізде ең маңызды нәрсені айтып кетейін, бізде мыйшық барлық импульстердің барлығын реттеп өзінің қабатына өткізіп отырады. Ол қалай? Ең бірінші қыртыстан басталатын импульс трактусты енді ауызбен айта отырсыздар, трактус кортика, понто, церебелля, тента, потом рубро, потом ол қалай кетеді, төменге қарай кететін еді қызыл мезеңке, спиналис. Сонда бізде жол шықты, трактус кортика, понто, церебелля, тентато, рубро, спиналис. Яғни 6 түрлі нүктені бір-бірімен байланыстырып тұрады. Сол 6 түрлі нүктені барлығы белгілі бір жолдың тізбегін құрап тұр. Бұл жолдың тізбегінің маңызы ол осы ми көпіріне келіп, сол импульстердің барлығын тепе-теңді координациялы түрде шығару болып табылады. Олай болса, біз мыйшықтың жолдарын талқылайық. Оның екі түрлі флексик және коверс, яғни алдыңғы артқы жолдары бар. Флексик жолын түсетін болсақ, ол мысалға белгілі бір буыннан импульстерді алуы мүмкін. Мысалға буыннан алды делік, одан кейін ол ми түбіршігіне келіп бірінші неврон алады. Одан кейін оның артқы мүйіз арқылы кіреді де, осы жердегі қозғалтқыш мотонейрондардан екінші неврон алады. Тура осы аймақта ол жоғары қарай көтеріледі. Жоғары қарай көтеріліп, ми көпірі деңгейінде мыйшыққа қарай бұрылыс жасайды, яғни қайсы ортаңғы аяқшасы арқылы солай үшінші неврон алады. 1, 2, 3. Одан кейін бізде говер шоу. Ол да мысалға белгілі бір буыннан импульс алды делік. Одан кейін бірінші невронын мына жақта жон түбіршігінен алды, одан кейін ол артқы мүйіз арқылы мотонейроннан екіншісін алады. Одан кейін бұл өз жағында емес, келесі жаққа жолының сұр заты арқылы өтеді де, солай жоғары қарай көтеріледі. Осы флексик жолмен бірге одан кейін ми көпірі тұсында қарама-қарсы бетке қарай көшіп, өз жағындағы ми көпірінен үшінші неврон нүктесін алады. Ерекшелігі сол, флексик тура өз жағымен жол түссе, говер сол айналып барып өз жағындағы мыйшықтан өзінің меншікті неврон алады. Одан кейін біз осы жолдарына бөлек неврологиядағы оның бұзылыстарына тоқталайық. Оның бұзылыстары болуы мүмкін динамикалық немесе статикалық. Ол қалай? Статикалық дегеніміз, бағана айта кеткенде, екі жақтағы қанатының белгілі бірінің бұзылысы. Мысалға, оң жақта бұзылыс болатын болса, ол оң жақтағы қол аяқтың тепе-теңдігінің бұзылысына алып келеді. Динамикалық болса, ол құрт тәрізді өзінің денесі, яғни соның бұзылысынан болады да, тура ортаңғысын. Яғни ол кезде науқас кәдімгі тұрған кезде де тепе-теңдігін сақтай алмай шайқалып тұрады, жүрген кезде де шайқалып жүретін болады. Осындай екі түрлі бұзылысы бар. Біз мұны атаксия деп келтіруімізге де болады. Атаксиялар, яғни динамикалық, статикалық. Бұл атаксияның түрлерінен басқа атаксиялар бар. Мысалға келтіретін болсақ, ол бізде маңдайлық атаксия. Маңдайлық атаксия бұл маңдай бөлігінің зақымдалуы кезінде болатын адамның тепе-теңдігін сақтай алмауы, ол кезде адамның қосымша интеллектінің, есте сақтау қабілетінің төмендеуімен жүретін түрі. Маңдайлық, одан кейін сенситивті атаксия бар. Сенситивті атаксия бұл
ортаңғы мидың және де осы қыртысасты бөлімдердің бұзылысы нәтижесінде болады. Сенситивті атаксия негізі көбінесе көзі жұмған кезде күшейеді да. Көзі жұмған кезде адам андай ориентир ала алмай қалады. Аяғын қатты басып, ориентир ала алмай, айналасын шатастырып алады. Ол бізде терең сезімталдылық жолының бұзылыстарымен сәйкес келтіріледі. Осындай сенситивті атаксия бар. И вестибулярлы атаксия. Вестибулярлы. Бұл бағана айта кеткен. Бізде вестибула деген аппарат бар ғой. Оның ішінде эндолимфа деген сұйықтық бар. Тура осы аймақтың бұзылысы болатын болса, біз оны вестибулярлы атаксия деп айтамыз. Ал так мышықтың өзінің нағыз бұзылыстарына біз динамикалық және статикалық бұзылыстарды жатқызамыз. Мышық осымен тәмам. Менімен бірге соңына дейін көргенің үшін рахмет. Мені қолдап каналға тіркеліп кетуді ұмытпа.